Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 92-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу санамақты түсініп оқы. Санамақ. 1 дегенім білім, 2 дегенім еңбек, 3 дегенім үміт, 4 дегенім төзім, 5 дегенім берік, 6 дегенім ақыл, 7 дегенім жеңіс, 8 дегенім сенім, 9 дегенім тоқу, 10 дегенім оқу. Қажет емес қорқу, білгеніңді балам, көңіліңе тоқу. Авторы Нұрлан Қалқа. Санамақ мазмұнын өзара талқылаңдар. Өлеңнің соңғы 2 жолын көшіріп жаз. Мазмұны бұл санамақта әр санға бір жақсы қасиет немесе маңызды ұғым сәйкестендірілген. Ақын әр сан арқылы баланы жақсы қасиеттерге баулайды. 1. Білім. Білім барлық нәрсенің бастауы. 2. Еңбек. Біліммен бірге еңбек ету маңызды. 3. Үміт. Адам үмітпен өмір сүреді. 4. Төзім. Қиындыққа сабырмен қарау керек. 5. Берік. Мықты, сенімді болу керек. 6. Ақыл. Ақыл адамға бағыт беретін қасиет. 7. Жеңіс. Еңбектің нәтижесі жеңіс. 8. Сенім. Өзіңе және өзгеге сену қажет. 9. Тоқу, үйрену, меңгеру деген мағынада. 10. Оқу. Оқумен бәрі басталады. Соңғы жолдарда ақын баланы қорықпай, үйренуге, білгенін есіне сақтауға шақырады. Қорытындылай келе, бұл санамақ баланы тәрбиелеудің жақсы қасиеттерге баулудың көркем әрі пайдалы тәсілі. Екінші жаттығу көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Bir аптада 7 күн бар. Дүйсенбі аптаның бірінші күні. Сейсенбі күні 4 сабақ болады. Үшінші жаттығу. Төркөздерде берілген әріптерден апта күндерінің аттарын тап. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Міне аптаның 7 күні де табылды. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркеліп кетіңдер.